Осы бір қамырдан 2 пирог жасадым. Ол үшін тарыны жақсылап жуып, ыстық сүтті құйып, бетін жауып қоямыз. Бөлме температурасында тұрған сары майға 2 жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш саламыз да жұмсақ қамыр илеп аламыз. Маған қанша кеткенін осы видеоның астында жазып қалдырамын. Қамырды теңге 2-ге бөлеміз. Біріншісіне какао салып, қолымызбен осылай илеп, шоколадный қамыр жасап аламыз. Осы 2 қамырды формаға салып, қолымызбен осылай жайып, шаншқымен осылай басып шығамыз. Салмасына творог, қаймақ, творогтың үстіне қаймақ саламыз, 2 жұмыртқадан саламыз, қант саламыз және біріншісіне кукурузный крахмал және сгущенка жаңағы дайындап қойған тарыны саламыз. Бұның ішінде творог болғандықтан кішкене блендермен езіп аламыз, ал тары қосылғанда венчикпен араластырамыз. Орео печеньесін осылай салып венчикпен араластырамыз, салмаларымызды осылай құйып, үстіне тағы да печенье қойып, 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Дәл осы видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап алыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Зарина.